бүгін Біріккен ұлттар ұйымының Алматы қаласындағы бас офисіндеміз. Бұқаралық саяси коммуникациялар білім беру бағдарламасының студенттері оқу тәжірибесінде осы Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттарының бастамаларын бірге орындау үшін, қолдау үшін осы ғимаратта негізгі шараларды орындайды және қатысады. Біз қазір ең үлкен залдармен танысамыз, түрлі локацияларды қарастырамыз. Студенттер үшін Нархоз университетінің бұқаралық саяси коммуникация студенттерінің оқу практикасында көрсетілген дағдыларды игерудегі негізгі аталған орындарды қараймыз. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан бері ресми құжатқа қол қойылып, Біріккен ұлттар ұйымының мүшелігіне қабылданған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы офисінде осындай танымдық бұрыш бар. Бұл галереяда қарап отырғанымыздай еліміздің президенттері осы құжатқа қол қойған және ресми түрде Қазақстан өзінің статусын алған тарихи сәттер бейнеленген. Мына жерде мысалы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының Қазақстан президентімен осы шара кезіндегі ресми жаңағыдай фотосы, галереясы қойылған. Пан Ги Мун осы бас хатшылығы кезінде Қазақстан қабылданған болатын. Одан ары қарай біздің Қазақстанның тұрақты даму мақсаттары аясындағы белсенді академиялық ықпал етуіне әрекет еткен бірнеше қадамдар болды. Соның бірі әрине қазіргі президентіміз Кемел Тоқаевпен осы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы және де бұрынғы және қазіргі бас хатшыларының осындай Алматы қаласындағы тұрақты даму мақсаттарының өңірлік хабын құру туралы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынысы таяуда мақұлданып, 2024 жыл наурыз айында Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі бас кеңсесінде бір ауыздан резолюция қабылданған болатын. Дәл қазіргі уақытта біздің осы орналасқан студенттерге практикалық база ретінде көрсетіп отқан халықаралық ұйым Орталық Азия және Ауғанстан елдері бойынша өңірлік тұрақты даму хабы саналады. Мына артымыздағы галереяда президент және де осы Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы түрлі өкілдіктерінің, департаменттерінің бас қосқан жиынынан тамаша тарихи кездесулер. Осындай тарихи дүниелер, тарихи халықаралық маңызды халықаралық коммуникация, халықаралық саяси дипломатия, саяси қарым-қатынастар бойынша мәнді галерея студенттерге көп ақпарат береді. Дәл қазір біз Біріккен ұлттар ұйымының Алматы қаласы офисындағы осындай тарихи танымдық халықаралық деңгейдегі үлкен галереясын аралап жүрміз. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш пен Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ресми кездесулерінен түрлі тарихи сәттерден осындай галереялармен танысып, мол ақпарат алуға болады. Бұқаралық саяси коммуникациялар білім беру бағдарламасының студенттері үшін әрине халықаралық саяси коммуникация саласындағы, халықаралық байланыстар саласындағы өте үлкен тарихи маңызды әлеуметтік, саяси, экономикалық трендтерді бағалауда, оларды талдауда осындай халықаралық ұйымдардың тәжірибесі өте маңызды. Сондықтан да Қазақстан Республикасы ресми түрде тәуелсіздік алғаннан кейін толыққанды Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі ретінде халықаралық конвенцияларды қабылдады. Адам құқы бойынша, балалар құқы бойынша, әйелдер құқы бойынша ауқымды халықаралық құжаттарды қабылдаған болатын. Соңғы уақытта бұл Қазақстанның соның ішінде Алматы қаласында Біріккен ұлттар ұйымына өте үлкен жоғары мандат берілді. Бұл Орталық Азия өңіріндегі тұрақты даму мақсаттары бойынша өңірлік хабтың иесі болу. Біз дәл қазір Біріккен ұлттар ұйымының пресс стенасында тұрмыз. Яғни бұл журналистика мен коммуникацияның тәжірибесінде бар, символикалық тұрғыдан мәні бар қабырға деуге болады. Яғни мұнда осы Біріккен ұлттар ұйымының ресми түрдегі бекітілген логотипінің маңында кез келген ресми өкіл брифинг өткізе алады. Бұл коммуникация құралдарының басты бір тәжірибесі деуге болады. Дәл біз қазір Біріккен ұлттар ұйымының 17 тұрақты даму мақсаты бар екендігін білеміз. Дегенмен де ол қандай мақсаттарды қамтитынын осы мағыналық стендте көрсетілген. Таяуда ғана Нархоз университеті 16-шы мақсат бойынша академиялық хабтың вице-төрағалығына ие болды. Бұл мандат Нархоз университетінде жыл бойына бейбітшілік және тұрақты даму институттары бойынша
өздерінің мандатын атқаруға оқу білім беру саласында мүмкіндік береді. Сондықтан да біздің бұқаралық саяси коммуникация бағдарламасының студенттері де осы 16-шы тұрақты даму мақсаттарына тұрақты қолдап, бастамаларды ылғи да орындап жүреді. Студенттер өте белсенді түрде Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы күніне арналған халықаралық конференцияда осы ғимаратта өтті. Өте үлкен жоғары деңгейде өздерінің зерттеулерін ұсынған болатын. Бұл зерттеулерде Қазақстан және әлем елдерінің демократиялық көрсеткіштерін, сайлау және де демократияға байланысты түрлі индикаторларды датасет арқылы ашып дәлелдеп, оның трендтерін көрсеткен болатын. Енді келесі бір біздің студенттеріміздің қатысуы бұл жыл сайын осы Біріккен ұлттар ұйымының қолдау міндетін коммуникацияның қысқы және жазғы мектептері. Әсіресе соңғы өткен коммуникация мектебінде біздің бағдарламаның студенттері өте жоғары деңгейде белсенділік көрсетті және олар тұрақты даму мақсаттарының аясында өздерінің жобаларын қорғаған болатын. Саяси бұқаралық коммуникация бағдарламасының студенттері үшін әрине бұл міндетті түрде бұқара алдында сөйлеу өнері, саяси тақырыптарда сөз өнерін көрсету және шешендік өнерін көрсету. Олар сонымен қатар талдамалы жанрларда бұқаралық сөздер айта алуы тиіс. Дәл осы трибунада біздің студенттеріміз өздерінің тәжірибелік тапсырмалар аясында осындай міндеттерін орындап шығады. Мына зал өте қолайлы, кең және жарық. Мұнда қатысушылар отырады. Сол жақ қабатта спикерлер, шақырылған қонақтар отырылады. Оларға арналған осындай қолайлы зона бар. Сондай-ақ оң жақта түрлі коворкингтер өткізетін кезде студенттер осы зоналарды еркін қолдана алады және пайдаланады. Зал өте кең және жарық. Біз Біріккен ұлттар ұйымының Алматы қаласындағы бас ғимаратындағы үлкен конференция залындамыз. Бұл конференция залы ақпараттық жағынан, технологиялық жағынан, интернетпен қосылу жағынан және локация жағынан залдың салқындату басқа да бір қолайлылығы жағынан өте жоғары деңгейде. Бұл зал өте тарихи оқиғаларға куә болған, талай рет Қазақстан тағдырына қатысты резолюциялар, не болмаса да бір үлкен келелі жиындар өткен. Біздің студенттерімізбен, саяси бұқаралық коммуникация мамандығының студенттерімен осы залда біз 2024 жыл 10 желтоқсанда адам құқығы күніне арналған үлкен конференцияда студенттеріміз қатысып және өздерінің сараптауларын ұсынған болатын. Сондай-ақ 2025 жылы ақпан айында студенттердің қатысуымен осында Орталық Азия және Қытай елдерінің студенттерімен бірлескен қысқы мектеп өтті. Бұл залда студенттер өздерінің бұқара алдында сөйлеу, сондай-ақ саяси оқиғаларға баға беру, талдау және белсенді қатысу, бастамаларды қолдау сияқты шараларды өте үлкен аса қызығушылықпен, ынтамен орындайды. Бұл залдардың ерекшелігі мұнда интернетпен жұмыс істеуге, сондай-ақ әр ненің столдың өзінде өте жақсы құрылғылар оңдырылған және біздің бір ерекшесі бұл залдың осындай өте үлкен экран орналасқан, интерактивті және видео байланыстарға қолайлы экран. Бұл экранмен біз өте көптеген сараптаулар таныстырған болатынбыз. Сондықтан да бұл зал біз үшін өте маңызды практикалық алаң деп айтуға болады.